Ассаламағалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Осы видеода мен сіздерге сандарды үйрететін боламын. Оның түркше аты сайылар дейді. Және де видеоны бастамай тұрып, бір лайк басып кетуді, каналыма жазылуды және қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал ондай болса, бастадық. Бірінші көргендеріңіздей, нөл. Nöl degende Türkçe'de sıfır deydi. Sıfır. Al bir degende bir deydi. Bir. Ana i degen harf koy. Bir. Al iki degende iki deydi. İki. İki. Üç degende üç. Ü'emiz bana. Üç. Dört degende oymayın. Türkçe etkietmem. Dört degende 4 deydi. 5 degende мына жерде 5 deydi. Алдында сіз алфавитте айтқандай мынаны деп оқымайды, деп оқымайды. Түріктер мына әріпті деп оқиды. Сол себепті бұл жерде 5 болады. 5 деп оқисыз. 5. 6-ны 6 дейді. Мынау оқсас екен. 7-ні 7 deydi. 7. 8'di 8. 9'du 9. 10'du 10 deydi. Мына жер оқсас. Байқасаңыз мына жердегі 6 мен 10 оқсас. Қалғандары жалпы өзбекше, ойғыршаға оқсап кетеді екен негізі. Келесі 10, 20 degende 20, 30 degende 30. Mınavda oxsas eкен. 30'du, bularda 30 deydi eкен. 40'dı 40. Bu da oxsap ketedi eкен. 40. 50 degende 50. Önce de 50. 50. 60 degende 60 deydi. 60. 60 deydi жерде. 60. Жарайма, мынаны қате оқып алмаңыздар. 60 deydi. Мына жерде 70 дегенде, кешіріп кетіп қалды ғой. Мына жерде 70 дегенде 70 deydi. 80'de 80 deydi. 90'ды 90 deydi. Sonra 100. 100'dü bu da 100 deydi. So'zun 200, 300, 400, 500 деп алдына сандарды қоса бересіз. Бұл оңай негізі. Сонан кейін 1000. Түркшеде 1000 деп оқиды. 1000'ды 1000 дейді. Сонан кейін 10.000'ды 10.000, 100.000'ды 100.000, 1 milyon deydi. Sonra 10 milyon, 100 milyon. Al 1 milyard'dı 1 milyar, milyar deydi оқиды. Жалпы байқасаңыз, мына түркшенің саны қазақшаға өте оқсас негізі. Қатты үлкен бір farқы жоқ. Қазақшаның латинша түрі десеңіз де болады. Жалпы 80-де 90% әріптері негізі оқсас. Кейбір ана 70, 80, 60 дегендер ғана болмаса, жалпы көп деген сандар қазақшаға оқсас. Жарайды, мен осы санды үйреніп болғаннан кейін сіздерге бір практик дайындап қойғам. Мысалы мынандай мына сандардың қалай оқу керек мысалы. Соны сіздерге бір-бірден айтып отырам. Мысалы мынаны 16. 16. Мұны кәдімгідей қазақша мұны. 77 дегенде 77. 181. 181. 300 al keşirinize 356
Кээ бир кезде чатасып кетесиң негизи. Казакча менен түркчени. 356 356 1546 1546 1546 1998 1998 1998 2002 менимче 2002 демеймиз го, мисалы 2002 дей саламыз, мисалы. Ол түркчеде де сондай. 2002 жалпы тек қана дыбыстар ғана оксамайт. Аталуы оксос негизи. Тек қана мына жерде 2 деймиз. Бул жерде 2 дейди, мисалы. 2021 2021 5500 5500 Осы 5 деген кезде мүмкін біраз тілдеріңіз бұралып қалуы мүмкін. Неге дегенде енді қазақшаға оксамайды. Неге мына 70 дегендер біраз өзбек, уйғур тілдеріне оксап кетеді негізі. Жалпы көп практик істеп, көп сөйлеп, тіліңізді үйретсеңіз, кәдімгідей түркшені сөйлей бересіз. Неге? Жалпы қиын емес, өте жақын, тек қана тіліңізді үйретсеңіз ғана болды. Видеоның соңында мына әу-өдеуі дегенді беремін. Әу-өдеуі деген homework, қазақшасы үй тапсырмасы. Осы 9, 17, 42, 368 дегеннің түркшесін осы видеоның ас жағына жазып қойыңыздар, егерде қолыңыздан келетін болса, білетін болсаңыз. Қызық болсын енді. Егерде қате жазып атқан жеріңіз болса, мен сіздерге көмектесіп түзелтетін болам. Жарайды, видеоны соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Келесі видеода мен сіздерге мәрхаба дегенді үйретемін. Қалай бір түрікпен танысуды. Жарайды, келесі видеоға шейін аман сау болыңыздар.